Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Кімде-кім ана тілін, әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған ана тілімізді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Мен Ағдала орта мектебінің жас ұлан, жас қыран оқушылар ұйымының президенті Иманбек Зәуре Болатқызы. Сіздерді Қазақстан халқының тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әлемде өзге ұлттың қас-қабағына жәутеңдеп, еркін жүріп тұра алмайтын, азаттықты аңсаған жұрт қаншама. Олармен салыстырғанда біз ата-баба аманатына қиянат келтірмей, қазақ тіліміздің қаймағын бұзбай